Жер мәселесіне келген уақытта мен айтайын, біз бұл жерде жалтақтамауымыз керек. Қытай болсын, Ресей болсын, нақты міне жеріміз біздікі. Ресейдің небір депутаттары тағы бір нәрселер айтып жатыр, ол жер біздікі, әйтпесе Қазақстанға берген, сыйға тартқанбыз деп бір фантазияны айтады. Сонда біздің депутаттар керек болса мәжіліс қаулы жасап шығу керек. Сөйтіп айту керек Путинге. Міне біздің мәжілісте депутаттар қаулы қарады, қаулы міне бар жоғары парламенттің. Міне жердің тарихы да былай бізде. Баяғы алаш тұлғалары, Байтұрсыновтан бастап баяғы білесін, солар көтерген мәселенің бәрін. Ленинге кіріп, шекараның бәрін сызып, бәрін белгілеген. Одан кейін егеменді алғаннан кейін жоғары кеңес белгіледі бәрін. Өкімет белгіледі. Енді қалай бұндай сөзді? Осындай сөздерге Ресейден шықсын, қай жерден шықса, тікелей реакция беретін кім ол? Жалғыз ғалым, әйтпесе жеке адамдар, ол бұлай айтқанда басқа статус. Бұл жерде парламент беру керек. А біздің парламент бұл жерде бұлай айтқанда активный емес. Енді қараңызшы, жер шетелдіктерге, қазір Қытай, Ресейге тоқталатын боламыз. Жер шетелдіктерге берілмесін деп жатырмыз. Алайда жер кодексінде шетел азаматына орман өсіруге 25 жылға жерді жалға алуына рұқсат бар екен. Енді бұл жерді шетелге жалға берумен бір емес пе, жалпы бір астыртын заң емес пе шетелге беру туралы жерді? Мен ғалым ретінде айтайын дегенім, енді тағы да Абайға келеміз ғой. Абайдың атасы Құнанбай айтқан, адам өседі, халық өседі, байлық өседі, мал өседі дейді. Бірақ жер өспейді. Жер өспейді. Ол деген сөз жер қадірін білу керек деген сөз, мысалы. Мен сізге ғалым ретінде айтайын. Маркс деген болған, әлемнің генийі. Карл Маркс айтқан, жердің құны жоқ деген. Көрдіңіз бе, қандай гениальный айтқан сөз. Жердің құны жоқ. Ап соны жерді біз бағалағымыз келеді, сатқымыз келеді. Арендаға жердің айналасында сыбайлас жемқорлық жасаймыз. Мысалы, бұның бәріне бұлай тұсау жасау керек. Сондықтан жерді еш уақытта жалға да бермей шетелге, сатудың да қажеті жоқ, жалға да бермеу керек. Керек болса, біздің менталитетімізді білеміз. Енді бәрін сатып бітті қой 30 жыл бойы. Мұнай кетті, газда кетті, бәрі кетіп жатыр бұла, байлықтың бәрі. Енді жалғыз жер қалды ғой, айналайын, осы жерге тимейікші. Мен бүкіл халыққа уран жасаймын, билікке уран жасаймын. Билікте отырғандарға, депутаттарға, өкіметке айналайын жерге тиіспейікші. Жерді аялап, жерді игерейікші. Ол үшін заңдар тұр, жаңа кооперация деген басқа мәселені. Ол орманды берейік, әйтпесе анау деген оның бәрін қою керек, мысалы. Сондықтан жер мәселесіне келген уақытта өте қырағы болайық. Орман өсіру деп жатырмыз. Енді орман өсіру үшін бір енді ең құнарлы бір топырақтардың бірі қазақ жерінен керек шығар. 25 жылға жалға беру. Жаңағы сұрағыма мен өзім түбегейлі тікелей астыртын сондай бір не емес пе, қалай ойлайсыз өзіңіз? Шетелге жерді жалға берудің астыртын бір саясат. Сөзімде тұрамын ғой, айтып отырмын ғой. Мен мынау кітапта да жаздым, мына кітапта. И ұсынысым да шетелге жерді жалға да беруге болмайды, сатуға да болмайды деген мәселе тоқтатады. Ал бізге берейік 49 жылға, егерсін орманың да болсын, опатың да, ойпатың да болсын, құнарлы жер болсын, 49 жылға берейік. Менің принципім осы. Ол не жазылып, не айтылып жатыр, оның бәрін... Кодекстің астарында сондай заң жатқан жоқ па деп қалай сынайсыз? Бізде бұлай ғой, айналайын оны нақты, егер осындай дәлел болатын болса, мен онда айтар едім. Мен нақты қолымда дәлелім жоқ. Бірақ жоқ, негізінде қойып отқан мәселең дұрыс. Онда осындай күдіктің бәрі болмау керек қой. Значит, осындай сізде бар деген сөз, значит, күдік бар деген сөз. Енді осы Қытайдағы қазақ журналисі Оларбек Дәлеуұлы деген бір сұхбатында айта кетті. Қазақстан Қытайдың жері деп Қытай бірінші өзінің халқын сендіреді деді. Сондай-ақ олар компания, яғни Қытай компания, завод салып береміз деген сылтаулармен басып алуды көздейді деп олардың қу саясатын айтып кетті. Енді және де жемқорлық жайлаған елдерді бірінші нысанаға алады деді Қытай.
Бізде енді не көбейіп жатыр қазір? Қытай компаниялары көбейіп жатыр. Жалпы Ұларбектің сөзінің жаңа қаншалықты шындыққа сәйкес келеді? Бізде қазір Қытай компаниялары көбейіп жатыр. Біз күдіктенуіміз керек пе? Қазақ жерін басып алу мүмкін деген күні түні былай отыру керек Қытайға. Міне былай қарап отыру керек. Бәрі жағынан. Көрдіңіз бе? Мен айтып отқаным. Енді сол мен айтайын мынандай жағдай. Осы мәселеге келіп тұр. Ковидтің алдында Санкт-Петербургта экономикалық форум болды. 20 мың адам қатысты. Қытай тола қаптап жүр. Сонда Си Цзиньпин сөйледі, Путин сөйледі. Ол кеткеннен кейін Нобель сыйлығының иегерлері отырды 7 адам. Соның бірі болып мен Ресейден Глазев отырды, мен отырдым. Қалған Нобель сыйлығының иегерлері бізге сөзді келді. Сонда Қытай тола отыр ғой. Сонда мен айттым. Олар білмейді. Оларға саясат сонда айтпайды керек болатын болса. Мұның ғалымдары білуі мүмкін. Бизнесмендері білмейді. Жаңағы мынандай теріс саясат. Мен айттым сонда. Біздің тегіміз Шыңғыс ханның немересі Құбылай хан. 1200 жылдары 100 жыл Қытайды басқарған. 100 жыл. Пекинде отырған. Тайту қаласы осы Пекинді Тайту қаласын Құбылай хан салдырған. Көрдіңіз бе? Біздің ата-бабаларымыз Қытайдың керек болса тек жаулап алу емес, Қытайдың цивилизациясына жұмыс істеген. Тайту қаласын салдырып, ортасына канал салдырып, сөйтіп күріш апарған Қытайдың халқына, былай айтқанда. Міне, мен осы сөзді форумда айттым. Сонда ар жағында Сун империясын алған кім? Құбылай хан. Камбоджа, Вьетнамды алған былай айтқанда. Міне біздің тегіміз қалай жатыр. Міне. Сол себептен ол Қытайдың қанша біздің жеріміз деп ойлағанмен, мен мына сөзді айтып отырмын ғой, қараңызшы. Біздің тегіміз керек болса сол жерді басқарып отырған. Одан бері келсе керек боласын айтайын, сол уақытта Шыңғыс ханның оң қолы кім болған? Оң қолы Жалайыр болған. Жалайырдан шыққан Мұқали оң қолы. Шыңғыс хан айтқан, міне Кореяны алдық біз, Қытайды алдық деген. Енді Қытаймен Кореяны вассал ретінде алып, сен басқар деген. Мұқали басқарған. Мұқалиға Қытайда памятник бар қойған, кесене бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан былай айтқанда, ол уақытта, ол заманда сондай өркениет болды. Ал енді оның бәрін қазып келетін болсаң, көрдіңіз бе? Біздің қандай сол уақытта цивилизацияға еңбегіміз, ата-бабаларымыз керемет екенін. Оны біз айтпағанда кім айтады? Сондықтан қазіргі енді жағдайды, ол бұрын анау болды жер, мынау болды, Ресей, Қытай, жер біз деген бәрін қою керек, доғару керек. Қазіргі біз өркениетті елміз, егеменді елміз, жеріміздің демаркация жасалған барлық жермен, міне осыны қорғау керек. Табан тіреп. Міне. Украина қорғап жатыр ғой жерін табан тіреп. Құдай одан бас аулақ қылсын, бірақ біздің бір қадам жеріміз ешкімге бермеуіміз керек. Міне жастар етіп отыр, қазақ халқы естіп отыр. Яғни біз Қытай компанияларының көбеюінен де бір сескеніп қорқуымыз керек. Бұл жерде қазір былай, әлемнің жүрісі бұл жеке бір мемлекет аспанға ұшып кете алмаймыз біз. Бәрін жауып тастасақ, онда кіммен сауда жасаймыз? Сондықтан қазір интеграциялық даму, бірігіп компаниялар арқылы даму, бірақ өз меншігіңді, өз құқығыңды жібермеу керек. Конституциямыз бар, заңдарымыз бар. Міне заңға тірелсе, міне айту керек, міне сіздің қағазыңыз. Міне заңда жазулы, ештеңе жер сатылмайды, жалға берілмейді. Міне бізде осы заңның аясында жұмыс істейміз де керек. Көрдіңіз бе? Сол себептен әсіресе Қытайға деп айтқым келеді. Ресейге, ақш-тың алпауыт компанияларына өте қырағы болуымыз керек былай. Заңды бұзды ма? Керек біз шығарып жіберу керек. Мен ректор болып бардым. Халықаралық Қазақ Түрік университетіне ректор болып бардым 2001 жылы Түркістанға. 20 шақты мың студент. Шетелдің ғалымдары жүр, Турцияның ғалымдары, Турцияның бизнесмендері істейді екен, мен барсам көптеген. Соны Қазақстанның заңды бұзды. Сонда мен қарадым. Акасы біздің қыздарымызға озбырлық жасаған мәселелер бар екен. Алдымда 3-4
түрік ағайынды заң бұзған, шетелге қайтарып жібердім еліне. Мені ешкім ештеңе деген жоқ қой. Мен соны кестім, а менің алдымда оны ешкім кеспеген. Әрине ол уақытта осындай радикал жұмыс жасасаң, өкіметке де билікке де жақпайсың. А бірақ тиылды сол уақытта, жаңағы уже заңға қарайтын болды. Біздің сонда уставты өзгерттік, халықаралық шарттарды, ректор болғанда. Міне әр адам өзінің орнында, министр болсын, депутат болсын, егер Қазақстанның жеріне, еліне, компаниялардың бір артық дүниелері болатын болса, заңсыз, оған тосқауыл қою керек. Енді бір жағы өзіңіз енді экономика ғылымдарының кандидатысыз, осы докторсыз. Қытай компанияларының мүдделері қандай осы бізге инвестиция көп құюда? Енді Қытайда былай, мынандай саясат мен айтайын. Қытайда жалпы әлемге саясат соғыспай, ештеңе қылмай, барып кіріп алу. Міне Тайна деген Америкада қалалар бар керек болса Қытайдың. Қытай өте көп қой, 1,5 миллиард қой. Олардың тапсырмасы солай. Қалай енсең де сол халыққа, елге барып еніп ал, кіріп ал дейді. Көрдіңіз бе? Сондай саясат. Оны ұстайтын қандай бізде? Оны сыбайлас жемқорлық ел болмамыз керек. Егер сыбайлас жемқорлық ел болсақ, әрине взятка беріп, басқаға алып кіре береді бізге. Сондықтан өте сақ болуымыз керек. Енді мен қазір мынау Қазақстан Республикасы президентінің Тоқаевтың бір маған ұнайтыны, бұл кісі әділетті Қазақстан жасаймыз деп отыр. Оны қалай? Ол заңға шеге қаққандай жасау керек. Мына ұстаным болу керек. Мына алып қаш сөздің бәріне осындай сөз болмайтындай жұмыс жасауымыз керек қазір. Көрдіңіз бе? Міне осы жерде енді бізде де Қытай сияқты бір жағынан заң тұстау керек, бірақ Қытай сияқты бізде де саясат болу керек. Мысалы, заңда бар жазылғанды орында ол бір. Екінші, дұрыс айтасыз, өте көбейіп кетсе, онда ертең толып кетпей ма? Мысалы, Европа мемлекеттерінде мен сізге айтайын. Кеше Германияның футболды көрдің ба? Футболда Турция ойнағанда стадионның бәрі түріктер отырды. 7-8 миллион түріктер бар Германияда. Ал келешекте Европа мемлекеттері мұсылманға айланайын деп отыр. Себебі олардың туы жоқтың қасы қазір. 0,30 болып қалды қазір. Мұсылман халқы, миграция халқы көп көбеюде Европада. Ол біз үшін жақсы. Ал сол себептен бізде де осындай саясатты Қытай жайлап кетпеу үшін бір жағынан заңман, екінші жағынан мынау үлкен ақсақалдардың сөзі бар. Білгір азаматтардың сөзі бар. Соны тыңдап, жаңағы өте сақ болу керек.